Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі өте оңай дайындалатын кекс жасайтын боламыз. Мен каналыма тіркеліп, қоңырауын басып қойыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне 1 стакан қант қосамыз. Және де венчиктің көмегімен жақсылап тұрып, көпіргенше араластырып аламыз. Үстіне 1 стакан сүт қосамыз. Және де осы стаканмен сұйық май қосамыз. Тағы да венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Енді ұнымызға 1 пакет разрыхитель қосып араластырып аламыз. Електен өткізіп аламыз да, жақсылап тұрып араластырып, қою қамыр шығатындай етіп жасаймыз. Біздің қамырымыз осындай консистенцияда шығуы қажет. Енді кекске арналған формамызды алып, астыңғы бөлігіне шамамен 1,5 ас қасықтай қамырымыздан салып шығамыз. Енді ортасына начинкасын саламыз. Мен вареная сгущенка салдым. Кішкенеден салыңыздар және қою түрін таңдаңыздар. Негізі кез келген начинка сала беруге болады. Енді 1 ас қасықтан тағы да бетін жауып шығамыз. Енді кекстарымызды қызып тұрған духовкаға 180 градуста шамамен 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің кекстарымыз дайын болды. Өте жақсы болып көтеріледі осылай, және жүмсақ, үлпілдек, ылғалды болып шығады. Ешқандай да құрғақ болып шықпайды. Ортасында начинкасымен жасасаңыздар, тіпті керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер достар, өте оңай дайындалады. Және менің видео рецептім ұнаған болса достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Әйгерім. Назарларыңызға көп рахмет.